Орманның ішінде даланың ортасында жалғыз тұрған үй болды. Үй қарғысқа ұшырады және онда ешкім бірнеше күннен артық өмір сүре алмайды деп айтатын. Бірақ қалалық қарбаластан аулақ болғысы келетін жас әйел Мэри үшін бұл өмір сүруге тамаша орын болды. Мэри үй сатып алып, сол жерге жалғыз көшті. Бірақ көп ұзамай ол оғаш нәрселерді байқай бастады. Түнде ол қабырғалардан шыққан дыбыстарды естіді және дәліздерде кезіп жүрген елестерді көрді. Ол оның қиялы деп ойлады. Бірақ әр кеш сайын жағдай нашарлай түсті. Бір түнде Мэри баспалдақпен келе жатқан қадамдарды естіді. Ол оны қарақшы деп ойлады да бөлмесінде жасырынып қалды. Бірақ қадамдар тоқтаған жоқ. Кенеттен оның бөлмесінің есігі ашылды. Ол оның алдында тұрған қорқынышты елесті көрді және ол қорқыныштан қатып қалды. Мэри бұл бірнеше жыл бұрын өзін өзі өлтірген бұрынғы үй иесінің рухы екенін білді. Ол елесті өзіне зиян тигізгісі келмейтініне сендіруге тырысты, бірақ бұл пайдасыз болды. Елес оны қуа бастады. Ол енді бұл үйде тұра алмады. Мэри үйден кетіп, ешқашан оралмады. Ол барлық заттарын тастап кетіп, үй бос қалды. Бірақ осы күнге дейін өтіп бара жатқан кез келген адам әлі де дәліздерде аралап жүрген елестің сыбырларын ести алады.